көктемнің лебін жайқалды міне еккен гүлдерін аңсатар енді мектебім менің саяңда сенің өткен күндерім соңғы қоңырау сыңғырлап үнің көңілде тұрау арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім ау аттанар сәтте көрінген мынау қимадым сені соңғы қоңырау аттанар сәтте көрінген мынау қимадым сені соңғы қоңырау қызықпен талай думанды кешкен шығарма сонау жолдарым естен тақтаға жазған Армысыздар, қымбатты ұстаздар, құрметті қонақтар, ата-аналар және біздің сүйікті оқушылар. Бектас ауылында орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі 2020-2021 оқу жылындағы сәт сапар жас түлек атты 9-шы 10-шы сынып оқушыларына арналған соңғы қоңырау рәсімін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Осыдан 11 жыл бұрын Бектас орта мектебіне тарыдай болып кіп-кішкентай бүлдіршіндер еніп еді. Күміс қоңыраудың күмбірін тыңдап жүріп, міне 11 жылда өте шықты. Бастауыш сыныпта бұлдырлап жүрген балапандардың қанаттары қатайды, түлекке айналды. Міне, енді сол жас түлектердің ұядан ұшар сәті де келіп жетті. Сәл ғана өткенге шегініс жасайықшы. 2010 жылдың 1-ші қыркүйегі. Білім мен өнерге, оқу мен ізденіске алғаш қадам жасаған балауса балғын шәкірттер. Биылғы біздің 47-ші түлектер. Олар мектеп табалдырығын алғаш Даржанова Жәмила апаймен аттаған еді. Жігіттеріңіз. Сатыра қошеметтеріңіз. 2010 жыл 1-ші қыркүйек. Қашан бітеп жүрген кезде 11 жылда өте шықты. Ұрпағың мақтануға болса лайық. Біз бүгін мақтанайық, жарсалайық. Биылғы 47-ші түлектерді құрметпенен қол соғып қарсалайық. Алдарыңызда мектебіміздің 47-ші түлектері және мектебіміздің директоры Аманқұлова Райгүл Әскербайқызы. Мектебіміздің директоры Аманқұлова Райгүл Әскербайқызы және түлектеріміздің алғашқы ұстазы Даржанова Жәмила апай. Сыныпта 11 оқушы бар, 7 екпінді оқушы. Әрқайсының өзіндік өмірлік талғамы, өмірлік жоспары бар. Сәт сапар, жас түлектер. Қошеметтеріңіз аттырып. Үміттермен арман құшақ ашқанда, қандай асыл болсын мейлі жасқанба, түлектерге ақ жол біздер тілейміз, көгершіндей қалықтаңдар аспанда. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры нығая түскен әйгілейтін маңызды белес. Тарих тұрғысынан алғанда 30 жыл көзді ашып жұмғандай қас қағым сәт. Дегенмен бұл көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен даму алмасқан тұтас дәуір деуге болады.
тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ел іші аман, бейбітшілік заман болсын. Батырлыққа уызынан жарған, ер қазақты жалауынан таныған, өзі батыр, өзі әнші халыққа жарасады, жігер берер әнұран. Çok güzel, güzel, tek değil. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. Altın gün aslanım, altından kalasın, yerlikten aslanım, yerlikin karasın, yerlikin aklımız şanlı oy, namusun birlikin kazanın aklımı oy. Benim yerim, gönlüm olan, yeğenime, canım olan, ömrüm yerim, mucim yerim, Kazakistan'ım. Ormanlar şolaşkan, kim baytaş yerim var, birliğe şaraskan, terbitsiz yerim var. Kansaldan vadıktan mengeli dostunday, bezgegir bakıpta bezgegir bosunday. Yerim yerim, gönlüm olan, yeğenime, canım olan, ömrüm yerim, mucim yerim, Kazakistan'ım. Yerim yerim, gönlüm olan, yeğenime, canım olan, ömrüm yerim, mucim yerim, Kazakistan'ım. Бұл күннің жүректерде жатталып қалары сөзсіз. Үлкен өмірге жолдама алып отырған оқушылардың қалыптасуында өзіндік қолтаңбасы бар. Bir жан болса, ол мектебіміздің директоры Аманқұлова Райгүл Әскербайқызы. Бүгінгі сәт сапар жас түлек атты соңғы қоңырау рәсімінің алғашқы құттықтау сөзін тыңдау үшін мектеп директоры Аманқұлова Райгүл Әскербайқызын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, аттағанды қиындық пен азабын. Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар және қонақтар. Баршаңызды бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мерекені оқушы, мұғалім және ата-аналардың 11 жыл бойғы білім жолындағы атқарған еңбектерінің ортақ жемісі деп білемін. Өткен 2020-2021 оқу жылында мектебімізде 38 мұғалім дәріс беріп, 401 оқушы білім алды. Үздіктер саны 68, екпінділер 173. Биылғы оқу жылындағы білім сапамыз 67%-ды құрайды. Бұл былтырғы оқу жылымен салыстырғанда 2%-ға артқан. Мектептегі мұғалімдердің орта жасы 35 жас. Яғни мектептің келешегі жалынды жастардың қолында. 2020-2021 оқу жылында мектепке жол қайырымдылық акциясы 9 ай тұрақты түрде жұмыс жүргізді. Акция аясында мектебіміздегі әлеуметтік статусы анықталған оқушыларға қамқорлық көрсетілді. Аудандық білім беру қорынан 5 планшет, 6 компьютер, 29 нетбук оқушыларға уақытша қолдануға берілді. Мектебіміздің қамқоршылық кеңесі оқушыларға әртүрлі көмек көрсетті. Мектептің материалдық техникалық базасы жыл сайын жақсарып жаңарып келеді. Биылғы оқу жылында заман талабына сай ақпараттық технологиялар пайдалануға толық мүмкіндік беретін 9 миллион теңгенің STEM кабинеті іске қосылды. Сонымен қатар мектеп мұғалімдері ерікті түрде өз қаражаттарынан оқу кабинеттерінің іскерліктерін жаңалауды қолға алды.
Мектептің материалдық техникалық базасына биылғы жылы 20 жылдық және 40 жылдық түлектерден өз үлестерін қосты. Атап айтқанда 20 жылдық түлектер 2 мобильді магниттік тақта, 3 гүл қойғыш, 40 жылдық түлектер музыкалық аппаратура алып беріп, мектеп ұжымы мен оқушыларды бір қуантты. Мектеп ұжымы атынан түлектерге алғыс айтамыз. Қошеметтеріңіз. Мектеп оқушылары мен мұғалімдер қашықтықтан ұйымдастырылған аудандық, облыстық, халықаралық сайыстарға қатысып, білім біліктерін сынап бақты. Биылғы оқу жылында мұғалімдер арасында республикалық, облыстық, қашықтық байқауларға мұғалімдер 48 рет, оқушылар 109 рет түрлі дәрежедегі жарыс жеңімпаздары атанды. Жеткен жетістікпен біз бағындырған асулар баршылық. Мұның бәрі мектеп оқушы, ата-ана күштігінің үйлесімді бір бағытта жасап жатқан жұмыстың нәтижесі. Құрметті ата-аналар, бүгін сіздер ерекше толқып, шаттыққа бөленіпсіздер. Бала сіздердің болашаққа деген үкілі үміттеріңіз. Сіздерді бүгінгі тамаша қуаныштарыңызбен құттықтай отырып, бізбен бірге болған кездеріңіз, қолдауларыңыз үшін рахмет айтамын. Аталарға көп рахмет. Құрметті ұстаздар, мектеп ұжымы бүгінгі мерекеде түлектерге сапалы білім беріп, өмірлік ұстанымдары мен адамгершілік негізін қалыптастыруда адал да қажырлы еңбек еткендеріңіз үшін сіздерге де ерекше алғысымды білдіремін. Биыл мектебімізден 11 түлек түлеп ұшпақ. Әрқайсының өзіндік ой пікірі, нақты мақсат жоспары бар. Бұл біз үшін маңызды. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан деген Хакім Абай сөзі біз үшін қағида. Оқушыларымыз үлкен өмірде өз орнын тапса, біз үшін бақыт деген осы. Құрметті жас түлектер, қадамдарыңа сәтті сапар, өмірлеріне құтты қадам тілеймін. Барлық келген қонақтар, ұстаздар, оқушылар, бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі тағы да құтты болсын. Ал ендеше жыл бойында жеткен жетістіктерді марапаттау рәсіміне кезек береміз. Мадақтама. Алматы облысы білім беру мекемелер қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағының қоғамдық бірлестігі білім беру жүйесінде еліміздің жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі жеткен жетістіктер мен көп жылғы мүлтіксіз белсенді еңбегі үшін Жамбыл ауданы Бектас орта мектебінің технология пәнінің мұғалімі Аманқұлова Райкүл Әскербайқызы марапатталады. Қоғамдық бірлестігінің төрағасы А. Омашев мырза, 2020 жыл құтты болсын. Қошеметтеріңіз. Мадақтама. Алматы облысы білім беру мекемелер қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағының қоғамдық бірлестігі білім беру жүйесінде еліміздің жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі жеткен жетістіктері мен көп жылғы мүлтіксіз белсенді еңбегі үшін Жамбыл ауданы Бектас орта мектебінің орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахметова Раушан Нұралықызын марапаттайды. Қошеметтеріңіз, мектебіміздің таңдайлы мұғалімі. Мадақтама. Алматы облысы білім беру мекемелер қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағының қоғамдық бірлестігі білім беру жүйесінде еліміздің жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі жеткен жетістіктері мен көп жылғы мүлтіксіз белсенді еңбегі үшін Жамбыл ауданы Бектас ауылындағы орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Нұрбапанов Бақыт Мұқашұлын марапаттайды. Қошеметтеріңіз, ағылшын тілін, ағылшында баянып сөйлейтін Нұрбапанов Бақыт.
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Жамбыл ауданының әкімдігі. Алғыс хат. Құрметті Тұрғанбаев Ғалым Қадырович, сізді мұғалімдер күні кәсіби мерекесімен құттықтай отырып, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Тәуелсіз еліміздің даму жолындағы қажырлы еңбегіңіз әрдайым табысты болып, алға қойған барлық арман жоспарларыңыз орындалсын. Сізге зор денсаулық, баянды бақыт, отбасыңызға береке, бірлік тілеймін. Жамбыл ауданының әкімі Бағдат Байшаұлы Али. Қызметтеріңіз математика пәнінің майталманы Тұрғанбаев Ғалым Қадырұлы. Мадақтама. Беріктас ауылындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің психологы және өзін-өзі тану пәні мұғалімі Раисова Фарида Иманғалиевна жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім берудегі еңбегі үшін және салалық қызметкерлердің қоғамдық жұмысындағы белсенділігі үшін марапатталады. Жамбыл аудандық кәсіподақ ұйымының төрайымы Бижеменова Сания Катырашова. Қызметтеріңіз мектебіміздегі 401 баланың жан дүниесін жатқа білетін Раисова Фарида Иманғалиевна. Бірінші дәрежелі диплом. Қазақ Республикалық педагогикалық ғылыми әдістемелік журнал Нұр-Сұлтан қаласындағы Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген Қазақстан ұстазы. Мерзімді баспасөз басылымында үздік нәтиже көрсетіп, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру арқылы жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт бағдар берген үшін Құланбаева Сәбира Тұрымбековна марапатталады. Қызметтеріңіз Құланбаева Сәбира Тұрымбекқызы. Марапаттарыңыз құтты болсын. Жалпы мектептің биылғы оқу жылында жеткен жетістіктерін, мына жетістіктер тақтасынан көрсеңіздер болады. Биылғы жыл біздің Беріктас орта мектебі үшін жетістіктер мен нәтижелері көп жыл болды. 48 мұғалім жаңа айтып өткендей, республикалық, халықаралық түрлі қашықтық байқауларға қатысты 109 оқушымыз сондай байқаулардан жүлделі орындар алды. Марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Ағалап халық сүйіп батыр деген, батырлықтың негізі жатыр терең, шарықтап шабыттанып аял ұстаз, жыл сайын самғата бер батыл өрен, жыл өткен сайын жетістіктеріміз де көбейе түсе берсін. 2020-2021 оқу жылын аралас форматта оқып тәмамдадық. Өткен оқу жылына өкпеміз жоқ. Аз уақыт ішінде онлайн оқуды шынайы оқуға алмастыра білдік. Оқушыларымыз және мұғалімдеріміз өткен оқу жылында үнемі үздіктер қатарынан көрініп отырды. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін деген мағжан жыры, інжу маржан жыры еріксіз еске түседі. Марапаттарыңыз құтты болсын, әріптестер. Ауыл қазақтың алтын бесігі, тұт берекесі, әдет ғұрпымыздың, салт дәстүріміздің қаймағы, бұзылмаған қара шаңырағы, бізге дейін сан толқын ұрпақтың кіндік қаны тамған, маңдай тері төгілген киелі мекен. Биыл 2021 жыл береке дарып бақ қонған Беріктас ауылына 50 жыл. 50 жылда ел жаңа деген сөз бар. Ауылдың азаматтарын бір тілекке біріктіріп жүрген азаматшамыз, мақтанышымыз, ауылымыздағы балабақшамыздың меңгерушісі Нүсіпова Ардақ Тұршанқызын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Құрметті, қымбатты қонақтар, құрметті бүгінгі жас түлектер және осында келіп отырған 20 жылдық, 40 жылдық түлектеріміз, мінекей бүгінгі біздің дәстүрлі мерекемізге жиналып, бәріміз қуанышты сәтті басымыздан өткеріп отырмыз. Біздің қуанышымыз ерекше, себебі біз өзімізбен бірге қатарлас болған
ұстаздар, және біздің алдымызда өзімізге сабақ берген ұстаздарымызды көріп, кәдімгі бала болып отырмыз. Сондықтан да осы қуанышымызбен де сіздермен бөліскім келеді. Құрметті ауылдастар, құрметті жас түлектер, мынау бүгінгі жаңа өмірге аттайын деп отқан қадамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Ол сіздер білесіздер, осы мектептен алған білімдеріңіз бен тәрбиелеріңізді енді өз беттеріңізбен өмірде іске асырасыздар. Және де бір ғана мақсат, ол өздеріңіз білесіздер, адамгершілікпенен осы Қазақстанымыздың туын биікке желбіретіп, сол өмірге бір кірпіш болып қалануларыңызға тілектеспін. Ал енді құрметті менің ұстаздарым, сіздерге тілейтінім, сіздер келіп мына жер одан да жарқырап кеткен сияқты болды. Дендеріңіз сау болсын. Аруақта да сіздерді тек қана осындай қуанышты күндерде жолықтыруға жазсын. Алла тағала аман болыңыздар. Баршамызға мереке құтты болсын. Ақ тілегіңізді алақандай жеткесе, жүрекке түйіп, ақ тілегіңізді ақтырғаныңыз үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Рахмет. Жан иірімі біле білсең би деген, кімдер бар биді ұнатып сүймеген, қазағымның би өнерін паш етіп, алдымызда бишілер бар билеген. Мектебіміздің 8-ші сынып оқушыларынан құралған самға би тобын қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз алдарыңызда өнер көрсеткен самға би тобы. Ардап келер мерейтой мейрамдарда, мәртебеңде биік қой мейрам барда. Алатаудай ақ тілегін алақандай жүрекке салып, тас балқытып, көңіл шалқытқан тілектеріңіз жүздеріңізден көрініп ақтыр. Бүгінгі іс-шараның арнайы қонақтары Нүсіпова Ардақты Шаңғызы, Жайықбаева Ақылхан, Оғланов Айдар Жұмаханұлы, және біздің сүйікті де, ардақты, құрметті, талай белестерді, биіктерді бағындырған ардагер ұстаздар қауымы, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Игі жақсылар, мектепке жанашырлар. Ұстазсыз шәкірттерге бақ келген бе, бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе,
осы бір сынып үшін жанын салған сөз кезегін береміз жетекші бапкерге. Биылғы 47-ші түлектердің алғашқы ұстазы Даржанова Жәмилә апайды және 9-шы сыныптың сынып жетекшісі Күзембаева Жанаргүл апайды ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Құрметті бүгінгі ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Ардагер ұстаздар, осы Беріктас орта мектебіндегі ұстаздар сіздерді шын жүректен үлкен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бүгінге мына келіп жатқан 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Енді екінші келетін болсам, бірінші менің мына классым балапандар дейтін себебім, бұларды мен дайындық тобынан алдым. Содан кейін барып, орта буынға келдіңдер балалар. Балапандықтан шығып, орта буынға келдіңдер. 5-ші сыныптан бастап сендерді үлкен өмірге жетелеген Райгүл апайларың болды. Мінекей енді балалар сендер үлкен өмірге қадам басып атсыңдар. Жолдарың болсын, жолдарың ақ болсын. Әрқашанда ұстаздарыңды ұмытпаңдар. Мінекей бізде өзіміз пенсияға аттайық деп тұрсақ та, пенсиядағы ардагер ұстаздарымызды ұмытпай, әрқашанда сол кісілермен кездесіп, сол кісілерді бағалап, сол кісілердің денсаулықтарын сұрап, сол апайлардан білім алдық қой деп, әлі күнге шейін сол үлкен ұстаздарымызға біз басымызды иеміз. Мінекей біз Қадырхан Әбдіғапарұлына апайымыз мына жерде отыр, сол кезде жұмысқа келгенбіз. Балалар, мінекей біздің ұстаздық еткенімізге 40 жыл болыпты. Енді сендерге ұзақ өмір тілеймін. Әрқайсың балапандар, орындарыңды табыңдар. Өте бір толқып тұрмын. Менің классымда 24 оқушы бітірген, 24 оқушының осы жерде 11-і тұр, қалғаны 9-да кейін 12-сі, 13-і өздерінің қалауымен басқа білімге кетіпті. Осы жерде тұр балалардың барлықтеріңе ақ жол тілеймін балалар. Алдыларың ашық, ақ болсын. Алғай тілегіңіз үшін, ақ жүрегіңіз үшін, шын жүректен мектеп әкімшілерден алғыс айтамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен ұстаздар және ата-аналар. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын, зор денсаулық тілеймін. Сіздердің жолдарыңызды бізге бере берсін. Құрметті бүгінгі жас түлектер, сендерге сәт сапар тілеймін, жолдарың ақ болсын. Аңсаған, армандаған оқу орындарыңа түсе беріңдер, биіктен көріне беріңдер, Беріктастың түлектері деген атқа ие болыңдар. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ақ жолдарың оң болсын. Мектеп оқушыларына темір қазық болып, қараңғыда жарық бергендеріңіз үшін шын жүректен аман болып. Жақсы шәкірт азамат атанады. Халқынан, атанадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық атананы. Биылғы мектеп бітіруші түлектердің атанасы Мазахова Мейрамгүл апайымыз ортаға шақырамыз. Және 9-шы сыныптың атанасы Мұстафаева және Қапарқызын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің ауылдың тұрғындары, ұстаздар, оқушылар. Міне бүгін көптен күткен 11-ші сыныптың соңғы қоңырау мерекесі келіп те жетті. Мерекелерің құтты болсын. Алда сендер тек қана ақ жол күтсін. Армандарың әрқашан қолжетімді болсын. 9-ші сынып оқушылары да міне біразы осы мектепті аяқтап колледжға кетеді. Сол барған жерлерге оқуға түсіп, үлкен азамат болып шығуларыңа тілектеспін. Құрметті осында отырған менің ардақты ұстаздарым, сіздерді көріп өзімді қазір осы жерде шәкірт сезініп отырмын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Әрқашанда арамызда осылай күліп жарқырап жүре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Рахмет.
армысыздар, құрметті ата-аналар, ұстаздар және бітірейін деп отырған жас түлектер. Соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Әрбір үйдің үкілеген үміті ата-ананың үмітін ақтап, тек алдағы сынақтардан жақсы бал алып, жақсы жерге орналассын балалар. Тек жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар. Рахмет, қошеметтеріңіз. Болғаннан соң өр талабы ақылы, барған болар ерлікке. Майдан емес, қолға қалам ұстаған мұғалімдер, бейбіт күннің батыры. Алдарыңызға уақытын аямай баптады. Келер күннен көп. Ұстаз деген ол мектептің жүрегі. Ұстаз деген ол білімнің тірегі. Небір ғалым данышпандар білсеңіз, олардағы сол ұстаздың түлегі. 11 жыл білім алған қасиетті де қастерлі ортаны қимай тастап кету мүмкін емес. Сөз кезегі биылғы біздің ешкімге ұқсамайтын ерекше түлектерімізде. Қошеметтеріңіз. Армысыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар және де оқушылар. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік. Бүгін міне 11 жылдың қалай зулап өткенін байқамайда қалыппыз. Қымбатты ұстаздар, бізге білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындағандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта сіздердің сенімдеріңізді ақтаймыз деп сенемін. Алтын ұя мектебімізде қаншама қызықты кездеріміз өтті. Біз дос таптық, ұстаз көрдік, білім алдық, тәрбие алдық. Алтын ұя мектебімізге әлі талай сағынышпен оралатын боламыз. Ал ендігі кезекте менімен 11 жыл бірге оқыған сыныптастарым, сендердің ендігі уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Аңсаған армандарыңа қол жеткізіп, әр саланың мықты маманы болып, өз елімізге үлестеріңді қоса беріңдер. Тағы да мерекелеріңізбен. Дорогие наши учителя, спасибо за ваше терпение и золотые сердца. Мы много вместе пережили за годы учебы. Мы учились у вас не только истории, литературы и физики, но и жизни. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать в этом мире. Благодаря вашему опыту, любви к людям, добра вам, здоровья и хороших учеников. From tireless teaching to the shell sets a great ethic rabbi. The education that you are trying to instill in the midst of the younger generation is immeasurable. The teacher forms not only future citizens, but the whole future citizens. Жаңа сол ұстаздарды еске алыңдар. Жаңа сыр ашатығын жастарындар. Шәкірті жаман екен дегізбеңдер. Санасы биік, адал дос табыңдар. Мерекелеріңмен жас түлектер. Күлкімді, жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіңмен бөліскенің үшін, қатем мен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең, мен сені аялап өтем. Өрендерден өлең шашу болсын. Қымбат маған қадам басқан ең алғашқы мектебім. Болашақта мен өзіңнен білім алам деп келдім. Алғашқы рет келгенімде сыныбыма мектептің қалам алып алғаш рет аштым кітап беттерін. Сауат ашып білім алдық ұлағатты ұстаздан. Жеткізеді биік шыңға құламайсың қыздардан. Болып кетті ұстазымыз анамызда екінші. Қалмасын деп қанаттарың ұшырғанда ұядан. Айлар өтіп, жылдар өтіп тағамдадық мектепті. Мектептегі бірге жүрген уақытымыз шектеулі. Қимасақ та қоштасайық құрбы құрдас достарым, заңы солай болады екен Алтын ұя мектептің. Арманыңда, жаныңда жалынан бар, жас талапкер сөзіме қоңырауда. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмады қоңыраулар. Мектеп қайта есігін ашпас енді, өмір ұстаз, ақылды ақша шөңді. Басқаша енді өтілер бар сабағы қоңыраулар соғылар, басқаша енді. Былтырғыдан басқаша бұйыл демек, білімің мен ақылың кейін бөлек. Енді басқа жиын той кейін керек, енді саған шынайы сүю керек. Сұрақ басқа, оп-оңай шешілмейді.
Жасағанша тентекті кесірмейлі. Мектептегі мұғалім кешіргенмен өмір қата ол күнде кешірмейді. Арнау, мектеп бізді қимайды. Мына өмір мені қатты қинайды, өлеңдерім бақ береке жинайды. 11 жылда мектеппенен біргеміз, алтын ұя, мектеп бізді қимайды. Жазылса егер қабырғаға есімім, ашам үлкен студенттер есігін. Қате кетіп ашуына тисекте, ұстазым ау, сұраймыз біз кешірім. Біздің сынып мықтысыңдар сенемін, өлеңімді мектепке арнап беремін. Бұйырып алла жоғарыға өрлесем, қайта айналып туған жерге келемін. Жәмші апай, мына бізді 1-ден 4-ке өрлеткен. Райгүл апай білімменен тәрбиенің бесігінде тербеткен. Міне бүгін алдыңызда тұрмын ғой, өлең оқып, кестелетіп өрнекпен. Жаман болсам, шырқыратар құлағымды, ішіп өстім, мөлдір тынып құлағымды. Бізге аямай білімдерін сарп еткен, сыйлап өтем барлық мұғалімді. Студенттік жолға міне кеткенім, талай таулы жартастардан өткенім. Көзімізді сығымдатып алып ап, қош бол енді, алтын ұя мектебім. Біздің сынып жоғарыға өрлейді, ешқашанда білімсіз боп өлмейді. Енді мына зәулім ғажап сарайға біз сияқты сынып мүлдем келді. Қошеметтеріңіз, өлеңі өмірі өлеңге айналып келе жатқан жастарын Сәтен Нұрғиса бұл. Алдарында сантарау жолдары тұр, бір ертеңгі азамат болғалы тұр. Үлкен өмір есігін ашпақ міне, келген қауым қол соғып қолдап отыр. Мектебіміздің 47 түлектерінен заманауи би қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз, асылыңыздар. Мынау не би? Қазір бұндай өлең мода емес қой? Бәңгі.
Үрейдің баласындай болған, мектебіміздің көзінің ағы мен қарасындай болған 47 студенттерге тағы бір қошеметтеріңіз. Көрейік тек жанарлардың жарқылын, жақсы лебіз, жарымырыс жарқыным. Айтылатын ақ бата бар шәкіртке, тыңдайықшы ағалардың ақылын. Ауыл имамы Патықов Сәкен ағамыздан жас түлектерге ақ бата сұраймыз. Қошеметтеріңіз. Құрметті келген қонақтар, құрметті ұстаздар, мектеп бітіруші түлектер, ұлдар, қыздарымыз, мектептерін сағынып осыдан 40 жыл, 20 жыл бұрын бітіріп келген ағаларымыз, әкпелі қарындастарымыз, баршаларыңыз мерекелеріңіз құтты болсын. Баршаңызға тек қана жақсылық деймін. Енді жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді дейді. Осы балаларымызға баршамыз тілеуші болып келіп отырмыз. Алла тағала біздердің дұға тілектеріміз қабыл қылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Я Раббым, Алла тағала осы мектебімізді бітіріп үлкен өмір жолына қадам басып жатқан осы ұлдарымыздың, қыздарымыздың өмір жастарын ұзақ, дендерін сау қылып, қалаған оқуларына түсіп, қалаған мамандық иесі болып, осы егеменді халқымыздың бір кірпіші болып қаланып, халқымызға адал қызмет ететін қазақтың ұл қыздары болып өсулерін Алла тағала нәсіп ете көр. Осы мектебімізден халқымызға қызмет ететін адал ғалымдардың, үлкен өнер адамдарының, осы қазақтың ұл қыздарының өсіп шығуын Алла тағала нәсіп қыла көр. Осы біздерге білім беріп, халқымызға қызмет етіп жатқан ұстаздарымыздың өмір жастарын ұзақ, дендерін сау қылып, жеңістен жеңіске, табыстан табысқа жетуді нәсіп қыла көр. Ұлдарымыздың, қыздарымыздың алдарындағы емтихандарынан сүрінбей өтуін Алла тағала өзің нәсіп қыла көр. Аллах. Ортада 11 сынып оқушыларының вальсі. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Undo myself, undo what hurt so bad, undo my pain, gonna get out through the rain. I know that I am over you, at last I know what I should do. Undo myself.
Мектептің табалдырығын үлкен өмірге 11 түлек жолдама алып отыр. 11 арман, 11 үміт. Осынша сенім мен осынша тағдыр. Еліміздегі мыңдаған мектептерден мыңдаған түлектердің ұшып шыққанын ескерсек, ересектер қатары осынша адамға, осынша күшке толықты. Қанаттарың талмасын, жас түлектер. Нағыз жүрек тебірентерлік сәтте келіп жетті. 11 жыл бойы әр сабақ арасында естіп, біліп, достасқан күміс қоңырау үнінде жас түлектеріміз үшін бүгін соңғы рет соғылмақ. Мектеп, мектеп, шаттыққа толы үйің, ұша білсең болмасау, қону қиын. Балалықтың соңғы әнін шырқап бүгін қоңыраудың естиміз соңғы үнін, соңғы қоңырау соғу рәсімі. Алдарыңызда мектебіміздің 47-ші түлектері. Ризамыз түлектер асқарына, ашықтық тілейміз аспаныңа, жаратқан бергенше таудай талап, бармақтай бақ берсін бастарыңа. Қоштасқымыз келмейді өздеріңмен, уақыттың талабы қатал әттең, шығарып салайық шапалақпен. Ортамызда 47-ші түлектеріміз. Сап түзе, сел, тіктел. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын. Құрметті мектеп бітіруші 47 жас түлектер, ата-аналар және қонақтар, ардақты аяулы ардагер ұстаздар. Бүгін Бертас ауылының орта мектебінің сәт сапар жас түлек атты салтанатты жиынымыздың алғашқы бөлімін осымен жабық деп жариялаймыз. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс. Әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс. Алдарыңызда мектебіміздің негізгі мектепті тәмамдаушы 9-шы сынып оқушылары. Маусымым, мөлдіретші таң шығын, сыңғырлатшы тау суын, дәмін қайда балшығын, ай балшығын. Маусымым, арманымды жаншыдың, екеумізді айырған қарсымын. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл гүлімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды. Алматы бүгін жаңбырлы. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл гүлімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды. Алматы бүгін жаңбырлы. Алматы бүгін жаңбырлы. Сәулешім, сен бар кезде сәулешім, біздерге арнап бұлбұлдар өткізуші ән кешін, ай ән кешін. Кербезім, солай шештің енді өзің. Өмір жазы бақыттым, өмірімде бар кезің, ай бар кезің. Күнімді сөндірді, қызылда жасыл гүл.
солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Алмады бір күн жаңбырлы, күнімді сөндірді, қызылда жасыл гүлімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Алмады бір күн жаңбырлы, алмады бір күн жаңбырлы, жаңбырлы. Жасыл гүлімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Алматы бүгін жаңбырлы, күнімді сөндірді, қызылда жасыл гүлімді солдырды, ол мені жалғыз қалдырды, қалдырды. Алматы бүгін жаңбырлы, Алматы бүгін жаңбырлы, жаңбырлы. Қошеметтеріңіз, салдарыңызға 9-шы сынып оқушылары.